15 сайлау округінен депутат болып Далабай Елдос Тұрсынбекұлы сайланды. Елдос Тұрсынбекұлы көрініп қойыңыз, мына әріптестер көрмегендер болса көрсін. Так что сайланғаныңыз құтты болсын, еңбегіңізге жеміс тілейміз. Так, құрметті депутаттар, Тараз қалалық мәслихатының кезектен 15 сессиясына 27 депутаттан 20 депутат қатысуда. Қатысып отырған депутаттар саны сессияны ашуға мүмкіндік береді. Кезектен 15 сессияның жұмысын ашық деп жариялауға рұқсат етіңіздер. Сессия жұмысына Тараз қаласының әкімі Орынбеков Бақытжан Әмірбекұлы, Кірістер басқарма басшысының орынбасары, қала әкімінің орынбасарлары және бөлім басшылары, бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері қатысып отыр. Так, сессияның күн тәртібі мен жұмыс регламенті қолдарыңызда бар. Депутаттарда өзгертулер мен толықтырулар бар ма? Жоқ. Онда сессияның күн тәртібі мен регламенті бекітілсін деген ұсыныс бар. Дауысқа қоям. Кім қолдайды? Түсірейік. Қарсы? Жоқ. Қалыс жоқ. Шешім қабылданды. Құрметті депутаттар, күн тәртібінің бірінші мәселесін қарауға көшеміз. 2024-2026 жылдарға арналған қалалық бюджет туралы Тараз қалалық мәслихатының 2023 жылғы 27 желтоқсандағы 11-2 шешіміне өзгерістер енгізу туралы баяндама жасау үшін сөз қала әкімдігінің экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімінің басшысы Ордабаев Жандос Ильясбекұлына беріледі. Құрметті Бақытжан Әмірбекұлы, құрметті депутаттар, 2024 жылға арналған қалалық бюджетті нақтылау жобасы Қазақстан Республика бюджет кодексінің 109 бабын басшылыққа ала отырып, және бюджеттік бағдарлама әкімшілерінің өтінімдері негізінде қалыптастырылды. Ағымдағы жылдың 24 сәуірінде облыстық бюджетке нақтылау жүргізіліп, нақтылау барысында Тараз қаласының бюджетіне 2,1 миллиард теңге нысаналы ағымдағы трансферттер қарастырылды. Оның ішінде Асқаров көшесінің соңындағы тұрғын алқаптағы 16 көп пәтерлі тұрғын үйдің ішкі алаңдық инженерлік желілерінің құрылысын салу мен абаттандыру жұмыстарына 1,3 миллиард теңге, Бәйтерек шағын ауданында 1200 орындық жайлы мектептің ішкі алаңдық инженерлік желілерін салу және абаттандыруға 282,4 миллион теңге, Ұлы Дала шағын ауданында 2000 орындық жайлы мектептің ішкі алаңдық инженерлік желілерін салу және абаттандыруға 139,3 миллион теңге, Ұлы Дала шағын ауданында 1200 орындық жайлы мектептің ішкі алаңдық инженерлік желілерін салу және абаттандыру жұмыстарына 286,2 миллион теңге. Сонымен қатар Қазақстан Республикасының бюджеттен берілетін облигациялық қарыздар есебінен халықтың әлеуметтік осал топтары үшін тұрғын үй сатып алуға 7,7 миллиард теңге кредиттер қарастырылып отыр. Енді бұл трансферттерге қатысты өзіміздің қалалық бюджетке енгізілетін өзгерістерге келетін болсақ, облыс әкімдігінің экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасымен және Тараз қалалық мемлекеттік кірістер басқармасымен келісе отырып, өзіндік кірістерді 3,5 миллиард теңгеге ұлғайту жөнінде ұсыныс қабылданған болатын. 2024 жылға арналған қалалық бюджеттің кіріс бөлігінің жыл соңына дейінгі болжамда орындалуына талдау жасалып, осы кірістерді 3,5 миллиард теңгеге ұлғайту көзделіп отыр. Және мемлекеттік сатып алу қорытындысы бойынша 491,7 миллион теңге үнем қалыптасып отыр. Осы үнемнің есебінен және өзіндік кірістерді ұлғайту есебінен 4 миллиард 27 миллион теңге қаражаттарды келесі мақсаттарға бағыттау ұсынылып отыр. Атап айтатын болсақ, қала әкімі аппаратына, Тараз қаласы қорғаныс істері басқармасына бекет 2024 кешенді оқу жаттығу шарасын материалдық базамен қамтамасыз етуге 10 миллион теңге, қажетті сатып алынатын құрал жабдықтардың тізімі алдарыңызда слайдта ұсынылған. Тараз қаласы әкімдігінің ішкі саясат бөліміне қаланың безендіру жұмыстарына 600 дана жалаушалар дайындауға 18 миллион теңге, полиграфиялық хабарландыру парақшаларын дайындауға және әлеуметтік тақырыпта бейнероликтерді дайындауға жалпы 3,9 миллион теңге. Бұл шомылу маусымына орай адамдардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында әзірленетін видеороликпен тарату парақшалары. Тараз қаласының құрметті азаматтық кітабын дайындауға 800 мың теңге, компьютерлерге арналған бағдарламалық операциялық бағдарламаларды сатып алуға 1,4 миллион теңге. Келесі құрылыс бөліміне көне Тараз
кешенінде Достық үйі ғимаратының жылумен жабдықтау жүйесін қайта жаңғыртуға 76,5 миллион теңге және осы көне Тараз кешенінің аумағында орналасқан 5 ғимарат үшін блокты модульдік қазандық салу және жылыту жүйесін жаңғыртуға 378,1 миллион теңге. Жастар орталығының аула клубына қосымша жапсарлас ғимарат салуға 30,6 миллион теңге. Қойгелді көшесі 78 мекен жайда орналасқан қалалық прокуратура ғимаратын қайта жаңғырту бойынша жобалық сметалық құжаттама әзірлеуге қосымша 2,1 миллион теңге. Казарма тұрғын алқабында 180 орындық мектепті электрмен жабдықтау жұмыстарына 60,3 миллион теңге. Сүлейменов көшесінің соңында 15 тұрғын үйдің ішкі алаңдық инженерлік желілерінің құрылысын салу және абаттандыру бойынша жобалық сметалық құжаттамаға түзету енгізуге 42,9 миллион теңге. Қала аумағында ашық қалған осы құрылыс бөлімінің теңгерімдегі ашық қалған су және кәріз жүйелерінің жабу үшін шойын қақпақтар сатып алуға 12,5 миллион теңге. Келесі тұрғынжай коммуналдық шаруашылық жолаушылар көлік және автомобиль жолдары бөліміне әлеуметтік маңызы бар қоғамдық көліктерді субсидиялауға 1,8 миллиард теңге. Жасыл ел жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің қажетті арнайы техникалар сатып алуға 544,1 миллион теңге. Жолдарды ағымдағы жөндеуге қосымша 200 миллион теңге. Құмшағал және Шөлдала елді мекендерінде көтергіш сорғы станциясын орнату жұмыстарына 99,9 миллион теңге. Казарма тұрғын алқабында 180 орындық жаңа мектепті су құбырына қосу жұмыстарына 1 миллион теңге. Құмшағал тұрғын алқабында номер 19 орта мектептің су мұнарасын сумен жабдықтау жүйесін ағымдағы жөндеуге 1,4 миллион теңге. Тұрғынжай коммуналдық шаруашылық бөлімінің ғимаратын ағымдағы жөндеу жұмыстарына 5,5 миллион теңге. Осы бөлімнің теңгерімдегі медиа орталықтың ғимаратын ағымдағы жөндеу жұмыстарына 2,5 миллион теңге. Бөлімнің сапар шығындарына 273,2 мың теңге, сот шешімдерін орындауға 1,4 миллион теңге, және осы бөлімнің күрделі шығындарына, яғни 5 дана компьютер сатып алуға, 3 дана принтер сатып алуға 1,9 миллион теңге. Жолдарды орташа жөндеуге қосымша 487,2 миллион теңге. Келесі сәулет және қала құрылысы бөлімінің күрделі шығындарына 522 мың теңге, және тұрғын үй қатынастары бөліміне Төле би даңғылы бойында орналасқан номер 11 мекен жайдағы жатақхана шатыры мен қасбетін күрделі жөндеу жұмыстарына 80,1 миллион теңге. Салтанат мөлтек аудандағы 2 жатақхананы ағымдағы жөндеу жұмыстарына 54,3 миллион теңге, және Қаратау мөлтек аудандағы 2 жатақхананы шатыры мен қасбетін күрделі жөндеуге 109,7 миллион теңге. Және осы тұрғын үй қатынастары бөліміне мемлекеттік қызметкерлердің біліктілігін арттыру, қайта даярлау жұмыстарына 207 миллион теңге. Құрметті депутаттар, 6 мамыр күні өткен тұрақты комиссияда осы мәселе баяндама айтылып, сіздер жаңа толық талқылаудан өткен болатын. Бізде мынау бюджетті нақтылау жобасына жоспарлау барысында осы 6-сынан бері тағы да бірқатар бюджеттік өтінімдер түсті, яғни бюджет комиссияда қаралды, сіздерге ұсынылып отыр. Қосымша түсіндірме жазба ретінде ақпарат ұсынылды. Бұл жерде Тараз қаласы әкімдігінің ауыл шаруашылық бөліміне Конго крем безгегіне қарсы іс-шараларға 5 миллион теңге, және өткен жылдан өтпелі орташа жөндеу, жолдарды орташа жөндеу жұмыстарына Жібек жолы көшесіне 135,7 миллион теңге, және Ұлы Дала шағын аудандағы номер 2, 3, 4, 5 көшелерді орташа жөндеу жұмыстарына 107,2 миллион теңге. Және бізде Төле би даңғылы бойында жер қатынастары бөліміне Төле би даңғылы бойында номер 49-1 мекен жайда орналасқан нысанды мемлекет мұқтаж үшін сатып алуға 139,3 миллион теңге. Жер кадастрлық карталарын әзірлеу жұмыстарына 100 миллион теңге. Осы депутаттардың көтерген мәселесі болатын бұл да тұрақты комиссия отырысы кезінде. Баяндама аяқталды. Қолдауларыңызды сұраймын. Құрметті депутаттар, Жандос Ильясбекұлына қосымша жаңа айтып кеткендей 6 мамыр күні толық тұрақты комиссияның отырысында бұл мәселенің барлығы толығымен қаралды. Дегенмен жаңа қосымшалар еніп жатыр. Сондықтан да қосымша сұрақ қоятын сұрақтарыңыз бар ма? Менде сұрақ бар. Депутат Жұманқұлов, жаңа сіз баяндамаңызда айтып кеттіңіз, Конго Крым қызбасына арнайы қаржы бөлініп отыр. Сол нақтылап айтуға бола ма? Неге именно отыр? Ауыл шаруашылық бөлімі. Сөндіру жұмыстары ма, жоқ жаңағыдай залалсыздандыру жұмыстары ма, дәрі-дәрмекті алуға ма, неге жұмсалады ол қаржы?
Жоқ, ошақтарды дәрілеу үшін не үшін нақты? Ошақтарды дәрілеу үшін. Болмаса мал мысалы бізде көп қой төңіректе мысалы. Нақты, Марат Бекмеш, нақты 2 ошақ бар қала аумағында. Иә. Оны өздеріңіз де білесіздер. Сол 2 ошақты дәрілеу үшін, залалсыздандыру жұмыстарын жүргізу үшін. Сол негізі 2 ошақ ол ресми тұр, бірақ ондай ошақтар көп қой бізде. Енді бізде қала аумағында негізі эндемиялық зонаға кірген. Бұрын кірмейтін Тараз қаласы. Өйткені бізде Тараз қаласынан ондай нелер, оқиғалар орнап жатыр. Конго Крым қызбасымен індетке жұқтыру деген. Бұрын тек қана ауданында болатын, ол Сарысуда, Сойаққа шыққанда не қылатын. Қазір кеңе осы жерге де келді ол кеңе. Осы жерде особенно қасапшылар мал соятын. Андай мал соятын жерлерде сырттан әкеледі ол малды. Ол жерде олар жағын не қылады, содан жұқтыру. Онда жұқтыру фактылар болған былтыр. Горбольницаға түскен біздің қаланың тұрғындары осындай немен. Иә, олар енді сұрасаң айтпайды ғой, ауылға шыққан жоқпын дейді. Бірақ сұрап қасақшы болып істейді екен, жаңағы мал сояды екен, біреу малды сойып береді. Ол енді күрделі іс, өйткені дер кезінде диагноз қойылса, ондай адам алып қала аламыз. Кешіп қойылатын болса, обычно ондай случай уже летальный болады. Биылдың өзінде 2 адам қайтыс болды Жамбыл облысында. Конго қызбасынан. Ол дайын аудандар. Дайындалып, ақша бөліп, өздерінің жоспары бар, эндемический зонада тұрған аудандар. Өзінде сондай болып жатыр. Сол себептен қала үлкен, бұл енді қауіп бар. Эндемиялық зонаға кіргенге бізде де бар. Естественно, адамдар жоқ бұл жерде да. Негізі оларға запрос жасау керек, олар кенет жинайды ғой қаладан. Олар сізге береді мәлімет. Мынандай жұқтырылған саны мынанша деп. Жоқ, сол қай зоналардан жинады. Қай зоналарда сол жұқтырылған кенелер көп. Ол сіздерде ондай карта болу керек қой. Жоқ, дұрыс қой енді. Олар сіздер сондай карта жасау керек қой сіздерге. Қай аумақта көп ондай кең жұқтырылғандар. Сол аумаққа жаңа қаражатын жұмсау керек деген. Мен түсіндіріп айтайын онда осы мәселе бойынша. Шынында да өте күрделі мәселе. Мынау қаралып отқан 5 миллион теңге бұл тек қана мынау бізде ресми бекітілген 2 аумақ бар. Сол аумақтарды залалсыздандыру жұмыстарына бағытталады бұл 5 миллион теңге. Қала аумағы бойынша жаңа сіз айтқан зерделеу жұмыстары бізде қазір жасалып жатыр. Бірақ ол қаражат бізде Жасыл ел мекемесінде ЖКХ бөлімінде қарастырылған жылдың басында. Мынау қаражат тек қана жаңағы ресми бекітілген 2 орынды залалсыздандыру жұмыстарына ғана. Так, сұрақ бар ма тағы да? Мәулен Нариман. Бір-екі сұрағым бар. Бірінші сұрағым мынау әлеуметтік осал топтар үшін үй сатып алуға 7-6 миллиард теңге бөлінеді дейді. Бұл ЖКХ арқылы бола ма, жоқ әлде екінші деңгейдегі банк арқылы өтеді ме? Бұл құрылыс бөлімі арқылы, өздеріңіз білесіздер, былтыр біз республикалық бюджеттен трансферт ретінде мынау арендалық пәтерлерді сатып алуға қаражат алып отырмыз. Биыл біз қосымша жыл басынан бізде былтыр берген өтінімімізге 166 пәтер берген. Біз жылдың басында қосымша 700 пәтерге тағы да қосымша өтінім бергенбіз. Соның бізге қазір қолдап отқаны 7 миллиард, сонда барлығы биыл сатып алатынымыз 669 пәтер. Бұл кезекте тұрған осал топтағы азаматтарға мемлекет тарапынан берілетін арендалық пәтерлер. Соны сатып алуға келген қаражат. Рахмет. Екінші сұрағым, өткенде 6-шы май күні тұрақты комиссияның отырысында мына сұрақ көтерілген жоқ еді. Төле би 49-да бір мекенжай зданиясы нысанды мемлекеттің мұқтаж үшін. Бұл қай здания және қанша шаршы метр? Бұл Төле би қарап отырмын. Жаңа баяндамада айтылды, қосымша өтінімдер келіп түсіп жатыр деп, соның бірі осы ғимарат. Мынау Төле би нақты адрес қандай? Төле би 49-да 49, иә. Ол жердегі жер телімі қазір біздің Тараз энерго орталығына тиесілі. Өздерінің қарызына алынған соттың шешімімен. Сол жерде 3 қабатты ғимарат бар. Сол ғимаратты біз қаланың теңгеріміне беру туралы ұсыныс бергенбіз облысқа. Облыс бізді қолдады. Ол жердегі біздің мақсатымыз мынау біздің ардагерлерге оңалту орталығын салу. Дайын тұрған ғимарат, өздеріңіз білесіздер, біздің ардагерлерге оңалту орталығы, біз көп жылдан бері соны құрылысы туралы айтып келе жатырмыз, бірақ оған біріншіден жер участығы болмады. Былтыр біз мынау Зербұлақтың маңында қазір арендаға алып уақытша орналастырғанбыз, ол оңалту орталығын.
Бірақ сол қазір мына жер телімін біз мемлекет меншігіне алып, сол құрылысты аяқтап, сол жерде ардагерлерге арналған бейімдеу орталығының құрылысын жүргізуді жоспарлап отырмыз. Сол мақсатта мемлекет меншігіне, мемлекеттің теңгеріміне алу туралы шешім шыққан. Соның қазір мемлекет сатып алуға қаражат қарастырып отырмыз. Оның бағалау жұмыстарын кеше ғана бітірді, сондықтан бұл күн тәртібіне бүгін еніп отыр. Так, сұрақ бар ма тағы да? Менде бар. Мария Жузақовна. Саламатсыздар ма? Депутат Айтбекова. Бақытжан Намбекұлы, өткен сессияда есіңізде болса, мына Шөлдаладағы жаңа 68 үй жайлы айтқан едім, саяжайдағы, Победа саяжайындағы. Олардың жаңағы сулары өздерінің үйінің артынан, яғни огород жағынан тартылған, және шлангілер тасталмаған, бүгінгі күні ешқандай суды кіргізе алмай отыр үйге. Және де бүгінгі күнге дейін әлі су берілген жоқ Шөлдалада. Осы кісілерге қалай болады жағдайлар, ақша бөлінді ма? Сол күтіп отыр ол кісілер әлі көмекті. Шөлдаладағы саяжайларға келетін болса, қаражат түгел қаралған. Бүгінгі таңда су беру мәселесі бойынша құбырларды залалсыздандыру, тазалау жұмыстары жүріп жатыр. Қазір басты водозаборға суды жинап, қазір су толтырып жатырмыз. Осы толтырып қойдық, Бүгіннен бастап дезинфекция жұмыстары жүріп жатыр. Құмшағал, Шөлдалаға қазір су беру жұмыстарын бастаймыз. Осы айда беріле ма? Беріледі. Бірақ бұл жерде бір мәселе бар. Біз негізі суды, естеріңізде болса, мына тұрғындардың ол жерде бізде 7 мыңға жуық абонент бар. Сол абоненттердің 60% абонированиядан өткеннен кейін барып қана біз су беруіміз керек, негізгі ежелге сәйкес. Бірақ өзіңіз білесіз, мына тұрғындармен кездескен кезде, мынау жазғы мезгілде сіздер суды қазір ертерек берсеңіздер, тұрғындар сол абонирование жұмыстарын ертерек қамданады деген сондай бір сұраныс келіп түсті. Сондықтан бұл жұмыстарды ертерек бастап жатырмыз. Бірақ бүгінгі таңда бізде сол 7 мың абоненттің 20% ғана, 1700 абонент қана қазір қажетті құжаттарын рәсімдеп жұмыстарын бастады. Қалғандары қазір біз осы суды бергеннен кейін соған тезірек қимылдайды деген сондай бір көзқарасымыз бар. Жаңа айтылған абоненттердің бойынша ол жерде жобада қалып кеткен, бірақ мердігердің есебінен барлық жұмыстар жасалады. Бақытжан Намбекұлы, сосын тағы мынандай бізде проблема болып жатыр сол Шөлдалада. Әсіресе мына береке тұрғындары күнге хабарласады. Мен өзім барып та көрдім. Бұрын оларына полив басталды ғой, білесіздер, бау-бақшалары бар, қазір солармен суғарады. Ескі линияда болған насостары. Енді ескі линияның бәрі өшірілді ғой. Соны жаңа линияға қосамай отыр. Осындай 12 насос бар сол саяжайлар бойынша. Енді оны біздің округтың инспекторы не қылған екен, сөйлескен екен, бір мердігерлер ма білмеймін, 500 мың сұрапты. Оған халық ондай қаражат жинай алмаған. Сондықтан огородтары қурап, бүгінгі күні қатты қиналып жатыр. Осы мәселені қалай шешсек болады? Бұл жерде нақты айтуымыз керек. Ол жердегі бұрынғы саяжайлар ғой. Ол саяжайларда мынау саяжайлар кооперативі болған. Біраз кооперативтер өздерінің жұмысын ары қарай жалғастырып жатыр. Ол жерде бұндай мәселе жоқ. Мынау жаңа линияға қосу туралы оған техникалық талаптар, жаңағы тех условия алу бойынша біз өз тарапымыздан көмегімізді беріп жатырмыз. Бірақ жаңа сіз айтқан бір-екі саяжай кооператив, бізге бұдан былай кооператив керек жоқ деген көзқараспен кооперативтерді таратқан. Енді бұл мәселе туындап отыр. Бұл жерде біз тұрғындармен түсіндіру жұмыстарын жасап жатырмыз. Бұл жерде тек қана тұрғындар өз қаражат жасап, сол скважинадағы насостарды қайтадан жаңа линияға қосып, бұл тұрғындар өздер қаражат жинап, өздер жасау керек. Мемлекет тарапынан бұндай мақсаттарға қаражат қаралмайды. Оған бізде ондай мүмкіндік жоқ. Бірақ біз өз тарапымыздан, жаңағы мердігер тарапынан мынау құрылыс жұмыстарын жүргізуге көмегімізді беруге дайын екенімізді айтып жатырмыз. Бірақ жаңадан қазір бағаналар керек, жаңа линия керек, сым керек. Оның бәрін тұрғындар өз есебінен сатып алу керек. Біздің қаражатымыз жоқ, біздің мүмкіндігіміз жоқ деген енді әрине түсінікті, бірақ мемлекет тарапынан ондай шығындар қаралмаған. Өздері үшін жасау керек. Сондықтан бұл туралы біз бірінші күннен бастап айтып келе жатырмыз. Сол тұрғындар мынау саяжайдағы кооперативтерді, сол тұрғындар екіге бөлінді. Бір бөлігі кооперативтер бізге болашақта керек, олар түсініп отырды, ертең мынау сумен қамтамасыз ету мәселелері туындайтын. Сол кооперативтерді сақтап қалды. Кейбір саяжайлар
сол кооперативтерді жабудың амалын жасады. Ал соның арты қазір осы проблемалар әкеліп отыр. Біз енді тұрғындарға да түсіндіріп айтуымыз керек. Тұрғындардың мысалы мемлекет алдында тек қана олардың құқығы емес, міндеті де бар. Барлығын бюджеттің мойнына асып қоюға болмайды ғой. Сондықтан бұл мәселелердің барлығын тұрғындар өз қаражатын жинап, қайтадан кооперативтердің жұмысын жандандырып, өздері өз бетінше шешу керек. Мынау екінші мәселе, бұл жерде тек қана неге насосный станция қолданады, неге арық суымен қамтамасыз етуге болмайды деген сұрақ туындаған. Біз бұл мәселені зерделеп қарадық. Ол жерде арық жүйесін тартып, су алып бару мүмкін емес. Себебі жер қыртысы биік судың деңгейінен. Ол жерде мынау дачный кооперативтің бәрі өздеріңіз білесіздер, Совет одағы кезінен келе жатқан дачный кооперативтер. Ол кезде де бұл мәселе қаралған болу керек, бірақ біз осы мәселенің бәрін зерделеп қарадық. Ол жерде арық жүйесімен суды қамтамасыз етуге мүмкіндік жоқ. Тек қана мынау су насостары арқылы ғана қамтамасыз етуге болады. Бірақ бұл мәселе тек қана енді тұрғындар өз тарапынан қаражат жинап, өздері пайдаланған суға, электр энергияға өздері қаражат төлеу керек. Мемлекет тарапынан ондай шығын қаралмаған. Бақытжан Әмірбекұлы, келесі менде мынандай өтініш, енді бұл сұрақ емес. Бізде есіңізде болса, осы Победа саяжайына футбольный площадка соғылды. Мен бір жыл сұрағанмын. Ол жоспарға енген, кім Оксана Валерьевна біледі. 24-ке енді ғой. 24-ке енген. Ақша да бөлініп отыр бүгінгі күні. Мердігер де бар, уже тағайындалған. Енді бізде проблема осы Победадан жер табылмай жатыр. Білмеймін, жер көп, ол жақта неге ол 40-та 20 жаңағы соғылатын площадка жер жоқ дейді. Енді бір ыңғайлы бір жер табылып тұр. Бірақ проблема бұл НДФЗ-ның несінде екен, жеке меншігінде екен. Осы жердің жаңағы басшысы бізге келісім беру керек екен. Соған кішкене көмек берсеңіз. Ондай проблема бар. Оксана Валерьевна маған баяндады бұл мәселе туралы. Біз қарастырып жатырмыз. Қазір мынау енді бұл жерде бірақ жолы бар. Ол жердің меншік иесімен келісіп, мен ойлаймын, енді Қазпошатының басшылары ішлей қарсы болмас. Үлкен жер участок емес, сұрап отқанымыз 20-да 40. Басшыларына біз арнайы хат дайындап жолдаймыз. Барды. Сондықтан мен басшылармен өзімде кездесіп сөйлесейін. Бірақ өткенде Оксана Валерьевна айтты, мемлекеттік меншігіне қайтарып алу туралы. Мемлекеттік меншігіне қайтарып алудың өзінің ережесі бар. Тек әртүрлі мынау мақсаттарда қайтарып алуға болмайды жердің барлығын. Жерді тек қана мынау денсаулық сақтау объектілері, мектеп салатын болсақ, одан кейін жол, көпір салатын болсақ, мемлекет теңгеріміне қайтарып алуға мүмкіндігіміз бар. Басқа уақытта тек қана мынау меншік иесімен келісу арқылы ғана шешіледі бұл. Бірақ қазір меншік иесімен келіссөздер жүргізейік. Мен ойлаймын, енді олар балаларға арналған футбол алаңшалыны, оның үстіне үлкен жер телімі сұрап отқанымыз. Олар біздің сұранысымызға құлақ асады деп мен сенемін. Жақсы, рахмет. Так, Кенжеғали Шелбек. Менің сұрағым Асқаров көшесінің соңындағы тұрғын үй алқабы дейді, сол нақтылап берсеңіз, өйткені Асқаров көшесі ұзын ғой, ана соңы. Асқаров көшесінің соңында жаңа мөлдегі 16-шы мөлдегі аудан бой көтеріп жатыр. Ол жерде 16 үйдің құрылысы жүріп жатыр қазір. Ол жобаларда, оларды абаттандыру, оларға жаңағы инфрақұрылымдар тарту бойынша жобада қаражат қаралмаған. Соған қазір бөлек жоба жасап, сол 16 үйді биыл жыл соңына дейін біз тапсыруды жоспарлап отырмыз. Соған абаттандыру, көгалдандыру, одан кейін инфрақұрылымдарын тарту бойынша жобаның қаржысы бұл. Орталық базарға қарама-қарсы үйлерді. Асқаров көшесінің аяғындағы базарға қарама-қарсы жаңа мөлдегі аудан бой көтеріп жатқан. Так, бар ма сұрақтар тағы әріптестер? Жоқ, Елдос. Депутат Елдос Далабай. Мен сұрайтын Жансая мөлтек ауданындағы 37-39 үйлерде асфальт жолдары былтыр жүргізілген. Сол тоқтап қалған, жозықсыз мердігердің несімен. Биыл қалай болады екен? Қазір өтініштер түсіп жатыр. Жөнделе ма, жоқ ойналды ма? 11-ші мөлтек ауданында былтыр мердігер жұмысты бастап, жұмысты аяқтамаған. Ол мердігер соттың шешімімен жозықсыз деп танылған. Биыл біз ағымды жөндеу жұмыстарына қаражат қарадық. Қазір мердігер анықталды.
қазір жұмыстар жүріп жатыр. Ол туралы мен өткен осы 1-2 күн бұл тапсырма бергеніме жақын арада жасаймыз. Былтыр кесіп, мердігер тастап кеткен. Қазір жұмыстарды қайтадан жандандырды. Биыл жасаймыз. Жақсы. Так, бар ма сұрақтар тағына? Жоқ болса, менде ғана бір ғана сұрақ, кірістер басқармасы басшының орынбасары. Екінші сұрақ па? Жақсы. Жаңағы не бойынша Жасыл ел Тараз арнайы техника алуға 544 миллион бөлінген дейді. Соған экскаватор погрузчиктер бір данасы 60 миллион дейді. Бірақ о жерде ешқандай жазылмаған, маркалары тағы да 7 бірлік қоқыс тасымалдау, мусоровоздар. Бұл техниканы біз сатып алудан алдын, біз техникалық, экономикалық негіздеме дайындайтын мекеме. Ол жерде барлық оның техникалық көрсеткіштері, бағасы бәрі көрсетілген. Егер қарайым десеңіз, біз қосымша қарауға болады. Оның барлық коммерциялық сұраныстар бар. Оның барлығын құны туралы арнайы сұрау, жаңа коммерциялық біздің бөлім арқылы коммерциялық бағаларын сұрастырғанбыз. Бұның барлығы конкурс арқылы сатылып алынады. Ашық конкурс арқылы. Бар ма тағы әріптестер? Өзіндік кірістер жөнінен жаңа басқарма басшының орынбасарынан білейін деп едім. Сіздермен келісілген барлығы дұрыс қой? Барлығы. Хаттары барлығы бар да? Жақсы. Жақсы әріптестер, егер сұрақ болмаса, рахмет, Жандос Елеспекұлы. Так, егер сұрақтарыңыз болмаса, осы мәселе бойынша шешім жобасы қолдарыңызда бар. Дауысқа қоям. Кім қолдайды? Түсірейік. Қарсы жоқ, қалыс жоқ, шешім қабылданды. Құрметті депутаттар, күн тәртібінің келесі мәселесіне көшеміз. Заңдылық, құқық тәртібі және қоғаммен жұмыс жасау жөніндегі тұрақты комиссияның мүшелерін сайлау туралы Тараз қалалық мәслихатының 23 жылғы 30 наурыздағы нөмір 1-1 шешіміне өзгерістер енгізу туралы. Бұл мәселе бойынша шешім жобасы қолдарыңызда бар. Шешім жобасын дауысқа қоямын. Кім қолдайды? Түсірейік. Қарсы жоқ, қалыс жоқ, шешім қабылданды. Күн тәртібінің келесі мәселесі. Тараз қаласы әкімдігінің дербес құрамына келісім беру туралы Тараз қалалық мәслихаттың 2022 жылғы 4 ақпандағы нөмірді 12-4 шешіміне өзгерістер енгізу туралы. Бұл мәселе бойынша да шешім жобасы қолдарыңызда бар. Шешімді дауысқа қоям. Кім қолдайды? Түсірейік. Қарсы жоқ, қалыс жоқ, шешім қабылданды. Күн тәртібінің келесі мәселесі. Тараз қаласы әкімдігі жанындағы мемлекеттік кәмелетке толмағандардың істері және олардың құқықтарын қорғау жөніндегі комиссияның құрамын бекіту туралы Тараз қалалық мәслихаттың 2022 жылғы 4 ақпандағы нөмірде 12-6 шешіміне өзгерістер енгізу туралы. Бұл мәселе бойынша да шешім жобасы қолдарыңызда бар. Дауысқа қоям. Кім қолдайды? Түсірейік. Қарсы жоқ, қалыс жоқ, шешім қабылданды. Келесі мәселе Тараз қаласы жаңадан ашылған учаскелік сайлау комиссияларының мүшелерін қалыптастыру туралы. Бұл мәселе бойынша да шешім жобасы қолдарыңызда бар. Дауысқа қоям. Кім қолдайды? Түсірейік. Қарсы жоқ, қалыс жоқ, шешім қабылданды. Келесі мәселе Тараз қалалық учаскелік сайлау комиссияларының кейбір мүшелерін босату туралы. Бұл мәселе бойынша шешім жобасы қолдарыңызда бар. Дауысқа қоямын. Кім қолдайды? Түсірейік. Қарсы жоқ, қалыс жоқ, шешім қабылданды. Құрметті әріптестер, кезектен 15 сессияның күн тәртібіне енгізілген мәселе толығымен қаралды. Сессияның жүргізу тәртібі бойынша ескертулер бар ма? Жоқ болса, сессияның жұмысын жабық деп жариялаймын. Так. Пожалуйста. Бөлек сұрақ. Сұрақ па? Құрметті Бақытжан Өребұлы, бізде менде бір ғана ұсыныс, бұл сессиядан бөлек. Мысалы, қазір өткенде кеше ғана кім қозғады ғой? Сіз қозғадыңыз ғой, мәселе Төле би көшесі бойынша. Қойгелді көшесіндегі, Ниетқалиев көшесіндегі кептелісмен сүйермен күнделікті ары-бері қатынаймыз. Енді мынау Төле би көшесі жабық болуына байланысты сол жерге бір ГАИ қою керек па? Ниетқалиев көшесінің өзі кішкентай ғана көше, ана көшедегі кептелістен қоғамдық көліктер көптеген нарушение жасауда. Бүгін өзім біреуіне куәгер болдым, светофор тұрып. Рейсінен кешігіп келе жатыр,
автобус. Оң жағы екінші полосамен келді де бірінші полосаны кесіп өтті, өйткені ол кешігіп жатыр уақытынан. Ал Ниетқали көшесінің бойына екі бетіне қатарынан машина қойып тастаған. Сол осы Төле би көшесі біткенше бір неге гаилерге бір ұсыныс хат жазса болады ма, сол көшенің бойына машина қоймаса. И так то жерде светофордың секунды аз, или секундын көбейтуге бола ма? Кептеліс ана жер обедтің кезі, азанның кезі, кешкі уақытта. Именно сол период жер кептелген. Ниеткалиева көшесі, неден басталады? Қойгелді мен Проспект Жамбылдың ортасы ғой. Гастронның алды ғой, баяғы. Қойгелді, иә. Сол жерде өте көп кептеліс. Азанда, түсте, кешке. Қоғамдық көліктермен сөйерде бір 10-15 минутта тұрдым, бақылап. Бәрі екінші полосамен келеді де бірінші полосаны кесіп бар нарушение жасайды. 2-3 машина соғысып қала жаздаған жағдай болды, бағана көрдім өзім. Соны бір реттейтін жөні болса, өйткені мына Төле би жабық тұр, күре жол. Жол полициясына арнайы ұсынысымызды берейік. Бірақ енді құрметті депутаттар, өздеріңізде көріп жүрсіздер ғой, бәріміз де жүргізушіміз. Негізгі кептелістің барлығының себепкері біздің жүргізушілердің жол ережесін сақтамауында. Ол жерде былай қарағанда негізде жоқ кептелістің пайда болуына. Рұқсат етілмеген жерге автокөлігін тастап кету, одан кейін жол бермеу, мынау жол белгілеріне көңіл бөлмеу, жол жүру ережесін сақтамау, соның барлығы мынау жолдағы кептеліске әкеліп жататын жағдайы бар. Енді сіздің айтып отқан мәселеңізді көрдім, естідім. Біз ертең қала аумағын аралаған кезде мен өзім барып тағы да көрейін жол полициясымен бірге. Егер уақытша бір жол белгілерін қойып, ол жерде уақытша тұраққа рұқсат бермеу белгілерін қоямыз ба, көреміз, реттейміз. Жақсы. Так, болды ма? Олай болса сессия жұмысына шақырылғандар, қатысқандарыңыз үшін рахмет.